Сонымен Opel Vectra автокөлігі бұл көлікте стеклоподъемдік жасамайды екен. Кнопкаларын алып қарасақ, кнопкалары басылмайды мүлдем. Тек қана біреуінде тек қана мынандай басылғандай болады. Екінші жаққа дауыс жоқ. Екіншісі мүлдем жасамайды. Енді клиенттің айтуы бойынша кнопканың орнына мынандай қарапайым ВАЗ автокөлігінің кнопкаларын қондырғысы келіп тұр. Енді біз мына жерден схеманы қарап, қазір мен осы жерден прямой тексергім келді, бірақ та өкінішке орай біздің стеклоподъемниктер жасаған жоқ. Енді схема бойынша бізде стеклоподъемникте бірнеше сымдар келеді екен. Қазір мына жерге мен схеманы шығарып кетем. Схема. Енді осы біздің қызыл проводта бізде мінекей қалың қызыл проводта бізде мына жерде плюс келіп тұру керек. Плюс бізде жоқ. Ал қоңыр проводпен бізде минус келіп тұру керек. Минус бізде бар. Минус жаңа қарағанда болып еді ғой бізде. Контроль күндір істемей тұрған бар. Контроль күндіріміз істемей тұрған сияқты. Мына жерге қойып қойын. Минусты қарап жүрейін. Мінекей минус бізде бар қоңыр сымда. Қарап тұрған қоңыр сымда бізде минус бар. Ал бізге керегі және де бізде плюс және де минус керек. Минус бар, плюс жоқ. Плюсті қарасақ, астың контакты бізде плюс жоқ. Енді схема бойынша бізде ол плюс. Мінекей стеклоподъемниктің схемасы. Стеклоподъемники. Мына жерде көріп тұрған М47, М49 және 48-50 деп тұрған бізде стеклоподъемниктің моторчиктері. Бізге керегі алдыңғы екі моторчик. Болмаса біреуінде қарасақ жеткілікті. Міне М47-ні қарайық мына жерден. Бізде мында бірнеше провод келіп тұр. Астыңғы жағынан 31 деген қоңыр провод бізде минус. 31 деген ол минус, ал 30 деген бізде плюс. Яғни қызыл провод. Бізге керек қызыл провод. Жоғары жақтан қараймыз, бізде қазір бұл қызыл провод қайдан келеді? F30 деген предохранительден келеді. 30 амперлік предохранитель мінекей. Ол одан шығып, 48-ден шығып, мына кнопкаларға бар екен. Мынау көк тұрған, үлкен көк. Ол біздің кнопкаларымыз. Ар жағында біздің моторчиктің өзіне де келеді, мінекей. М47 деген моторчиктің 30-шы қызыл проводы бізде ол плюс, 31 минус. Содан кейін мінекей екі провод бізде жоғарыға және төменге белгіленіп тұрған. Ол кнопкадан келеді біздің. Кнопкадан келеді. Яғни көтеруге және түсіруге деген сигнал проводтары. Осы схема бойынша қазір біз біліп алдық. Біздің стеклоподъемниктің питаниесі қызыл проводқа кететін плюсы 30-шы предохранительден келу керек. Қайдан келеді? Схема бойынша ол плюс бізде мына предохранительден келеді. Бізде 30-шы предохранитель стеклоподъемник деп тұр, және де мына жерде 26-шы. Тексереміз қазір екеуінде. Бірақ плюс бар. 26-та мінекей. Бізде 21-ден басталады. 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26-та бізде плюс бар. 27, 28, 29, 30. 30-да да бізде плюс бар. Предохранитель сау. 30-шы предохранитель стеклоподъемникке жауап беретін бізде сау. Және де 24-ке 24 емес, 26-ға жауап береді предохранитель. Ол да сау. Екі жақсы стеклоподъемниктікі питаниесі біздің моторчикке келетін. Демек, предохранительде бар. Екі ортада бізде үзік болуы мүмкін. Болмаса блок предохранительдің артқы жағынан үзік болуы мүмкін. Енді ол үшін қазір мына блок предохранитель шешіп артынан қарап көрем. Қай жаққа кеткенін. Және де мына есіктің екі ортасын қарағым келіп тұр. Мүмкін осы жерде үзік болуы мүмкін. Сонымен достар, мына қызыл проводта мына жерден қарадым қазір. Инемен қарадым. Плюс келіп тұрған жоқ. Содан кейін предохранительден шығатын жерден, яғни біздің 30-шы предохранитель мінекей. Ең соңғы предохранитель.
артында шығатын жеріне плюс қарадым. Бар ма жоқ па, мінекей. Қазір міне плюс бар. Екіншісінде плюс бар. Демек предохранительдің тоқ шығып тұр. Ары қарай кетіп қалған. Біреу замоктан келуі мүмкін, біреу есіктен шығады яғни. Енді мына бөліктен, машинаның бөлігінен проводтарды қарап, қайда кететін тауып, іздеп төмен жаққа қарай кеткен. Мінекей мына жерде мынандай көрініске тап болдым. Мына жерде мынандай шерік бар екен. Осыны қазір қараймыз, біздің провод бар ма мына ішінде, жоқ па. Мінекей достар, айқандай мына шіріп кеткен жерден үзілген жер табылды. Мына жақта 3 провод, мына жақта 1 провод. Себебі бұл стеклоподъемникке питание барлық есіктерге жүреді, сондықтан мына жерден таралған екен. Осы жерде бізде плюс келіп тұр қазір. Мінекей. Плюсіміз келіп тұр. Осын қазір барлығын біріктіріп орнына жалғайтын боламыз. Мінекей достар, үзілген жерінде жалғап қойдым. Қазір қарап жіберейік. Міне плюс бар. Мына жақтан шығып тұр. Енді осы сол провод емес пе екен білу үшін, мысалы мен қазір былай тексеруге болады. Стеклоподъемниктің проводы ма, оның проводы емес пе, мінекей. Қазір плюс тұр. Мына жерден мен аламын да, мына жерде стеклоподъемниктің предохранителі бар ғой, 30. Соны ажыратып тастаймын қазір. Мінекей. Ажыратып тастасам, плюс кетіп қалу керек. Плюс кетіп қалды. Демек, біздің сымымыз дұрыс жалған деген сөз стеклоподъемниктің сымына. Енді кезекте біздер қараймыз қазір. Бізге мына жерге қызыл сымға плюс келді ме, келген жоқ па, соны қарап жіберейік. Мінекей. Мына қызыл проводқа бізге плюс келу керек. Астындағы контакт біздің қарап жүреміз. Мінекей плюс келді. Енді қазір біздер штекерді өзінің орнына саламыз моторчикке. Мінекей мынау моторчиктан шығып тұрған штекер. Ал мынау соған келетін штекер. Орнына кигіземіз. Штекерді орнына салып қойдым. Біз қазір не істедік? Біз қазір әрбір моторчикқа өзінің питаниесін плюсын беріп қойдық. Минус бізде ортақ келіп тұрды. Біздер қазір плюсті беріп қойдық. Әрбір моторчикқа мына жерден барлық моторчик барлық есіктерге кетеді. Енді кезекте біздер сол моторчиктерді басқару керек. Біз қалай басқарамыз? Әрине кнопка арқылы басқарамыз. Біздің кнопка жасамағандықтан қазір осы жерден тексеріп аламыз. Мінекей достар, енді кезекте біздер қазір кнопканы жалғау керек. Жалғау үшін қазір мен мына жерде әр кнопканың астындағысы екі проводтан, мінекей 4 провод, соларды қиып тастадым. Мінекей, қиып тастаған проводтар мінекей, және мынау. Осы проводтарды маған қазір ВАЗ автокөлігінің проводтарына жалғау керек, кнопкаларына. Мен қазір не істеймін? Бұл стеклоподъемниктер қазір немен басқарылатынын түсініп алу керек бірінші. Плюспен басқарыла ма, болмаса минуспен басқарыла ма. Қазір мен оны тексеріп алдым. Мына жерде менде ортақ плюс бар, мінекей ортақ плюс. Соларға проводтарды тегізген кезде, біздің проводтардан сонда біздің стеклоподъемниктер жұмыс істейді. Яғни төмен түседі, болмаса көтеріледі. Енді қарап тексерейік, мінекей. Қазір тегізіп жатырмын. Көтеріп жатыр. Енді қазір екіншісіне тегізем. Мінекей. Осылай тегізіп жатырмын, түсіп жатыр. Енді қазір дәл осылай көтерем. Мінекей, дәл осылай мен екі сымды бір жақтың терезесі екенін біліп алдым. Осылай орап қойдым. Енді мына екі сымымыз біздің алдыңғы сол жақ терезенікі болу керек. Дәл солай тегізіп тексеріп көрем. Осылай аламын да, қазір тегізем. Қараймыз, түсе ме, көтеріле ме? Көтеріліп тұр. Енді түсіретінге тегізем екінші проводқа. Мінекей, әдейілеп осылай тегізіп тұрмын. Енді көтерем. Демек, мына екі провод біздің
алдыңғы сол жақ терезенікі, мынау алдыңғы оң жақ терезенікі. Дәл осылай енді жалғайтын боламыз. Соның ішінде кнопканы басқан уақытта, мысалы төмен басқан уақытта бір проводтан плюс шығу керек. Жоғары басқан уақытта бір проводтан плюс шығу керек. Яғни плюспен басқарылады. Сондықтан общий қазір плюсті мына жерден жалғаймыз. Общий плюсті бізге минус керек емес. Тек қана екі проводқа плюс шығатындай болу керек. Дәл осылай қазір жалғап көреміз. Ол үшін бізге ВАЗ автокөлігінің кнопкаларының схемалары керек. Қайсысы қайда баратын білу үшін. Мінекей достар, қазір схема бойынша жұмыс істеп жатырмыз. ВАЗ автокөлігінің кнопкасын алып, схема бойынша моторчикқа кететін проводтарды тауып алдық. Ол бізде мінекей мына провод және де мына провод. Яғни түсіруге и көтеруге екі проводты алдық. Енді бізге плюс керек. Біз айттық қой, плюспен басқарылады деп. Оған міне қазір мен біздің контролькамызды жалғап қойдым. Контролькамызды прозвонкасы бар. Енді осы кнопканы басқан уақытта бізде жаңағыдай тыңылдау керек. Қазір кнопканы басып көрейік. Басып тұрмын бір жаққа. Енді келесі жағын басам. Демек, біздің манаға айтып отырған сикаподентті қозғалған проводтар бар, мінекей. Мына проводтарға біздің кнопкадан шыққан екі проводты жалғаймыз. Схема бойынша мынау, және де мына жасыл, және де мына бірінші оранжевый. Ал мынаған біз ортақ плюсті жалғаймыз. Қазір жалғап көрсетіп жіберейін. Мінекей достар, ортақ плюсті алып, біздің кнопкаға ортақ плюсін жалғадық. Және де екі сикаподентке кететін проводты мінекей біздің моторчикқа кететін кнопкаларға жалғадық. Енді тексеріп көреміз. Кнопканы басып, кнопка қолымызда. Мінекей, егер түсіретін мен көтеретін орындар ауысып кетсе, онда мына проводтардың орындарын ауыстырып жібереміз. Сонда өзінің қалпында жұмыс істей береді. Енді бізде қазір бұл проводтарды ешқайсысын қимаймын, қалғандарын бізге керектерін алып алдым. Бұл кнопканы өзінің орнына қоямын. Және жанына осы кнопкаларды шығарып кетемін. Біздің ВАЗдың кнопкаларын көліктің иесі өзім істеп аламын деп айтты. Өзім келтіріп аламын деп. Сондықтан өзінің кнопкасы өз қалпында қалады. Тапқан жағдайда өзі кері ауыстырып алады. Тек мына проводтарды орнына жалғау керек болды. Қазір изолентлеп, мына жерлерін изолентлеп, түгелдей біздің екінші кнопканы да қондырамыз. Дәл солай. Содан кейін мына жерді изолентлеп, түгел жинап, тағы бір тексеріп шығамыз. Достар, егер видео ұнап жатса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер, және де достарыңызға таратуға ұмытпаңыздар. Мінекей достар, көлігіміз тәмам болды. Кнопканы мына жерге шығарып қойдық. Енді көліктің иесі өзім қондырып аламын деп айтты мына жерге. Айтылған сөз, атылған оқ. Тексеріп алайық. Сол жақ істеп тұр. Оң жақта істеп тұр.